Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге легендарный қазақ, және қазіргі сәтте мен Америкада, Калифорния штатында өмір сүріп жатырмын. Америкаға келгеннен кейін менде көптеген ақпараттар болмағандықтан, менде біраз қиындықтар туындады құжаттар жағынан, және де біраз депрессия түсіп кеткен болатынмын. Және де Мексикадан, егер де сіздер Америкаға келе жатсаңыз, тура мен секілді, онда осы ақпараттар сіздерге өте пайдалы болады деп ойлаймын. Сондықтан да осы менің видеома, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп жүріңіздер, барлығына керек болады деп ойлаймын бұл ақпараттар. Егер де сіздер Америкаға через Мексикаға келетін болсаңыздар, сіздің екі таңдауыңыз болады. Біріншісі ол CBP-1 программасы арқылы, ол легальный границаны кесіп өту, және де нелегальный кесіп өту границаны, ол мен сізге ол жолды әрине совет бермеймін, ол жолмен өтеді. Неге десеңіздер, солай егер нелегально кесіп өтсеңіздер, сізде біраз қиындықтар туындауы мүмкін. Және қандай қиындықтар, және де CBP-1 программасының, және де нелегально кесіп өтудің минус плюстарын айтайын. Енді мен сіздерге CBP-1 программасы арқылы легально Америка границасынан кесіп өту туралы айтайын. Қараңыздар, 2 жыл бұрын Америка құрама штаты CBP-1 программасына арнайы қашып келе жатқан политический убежище бойынша мигранттарға арнап сол программаны ойлап тапқан. Ол программа тура лотерея секілді жұмыс істейді, ішіне аккаунтты толтырғаннан кейін міндетті түрде 21 күн бойы қатыссаңыз болады. Бүгін тапсырсаңыз, ертесіне таңғы сағат 9:45 сіздің жауабыңыз шығып тұрады. Қараңыздар, ол программаға тек қана Тихуанада немесе Мехико-Сити, Мексиканың астанасына ғана қатыса аласыз. Қазақстанда отырып қатысуға өкінішке орай болмайды. Және де ол программада сіздер бір күнді ұтып алуыңыз қажет. Күнде тапсыра бересіздер, бір күні лотерея секілді сізге дата түссе, дата дегеніміз сол сіздің өтетін күніңіз. Сол өтетін күніңізді ұтсаңыз, сол күні мысалы сізге айтады, 1 июнь күні сағат осыншада границаға кел, осындай граница, сол арқылы сен легально өтесің деп толықтай сізге рұқсаттама шығады. Ол программамен өтсеңіздер, сіздерге I-94 формасын береді. I-94 формасы дегеніміз не? Ол дегеніміз статус беженца. Бір сөзбен айтқанда сіздер кәдімгідей Америкаға кірген кезде сразу статус аласыздар, кім екеніңіз туралы. Ол статус бойынша, I-94 формасы бойынша сіздер тез арада бір айдың ішінде толықтай бүкіл жұмыс құжаттарын дайындап аласыздар. Және де social security number, work authorization, medical барлығын тез және де жақсы бітеді. Ол бірінші жол. I-94 формасы туралы. Сондықтан және де I-94 формасымен егер кірсеңіздер, болашақта сіздің Америкада сотыңыз болады, политический убежище подаваться еткеннен кейін. Сол жерде сіздерге сот қарайды, мәссаған, мына молодец, значит, адам секілді кәдімгідей программа бойынша ешқандай заң бұзушылық жасамай Америкаға өткен екен деген. Және де 1 жылдың ішінде сізге политический убежищеге подаваться етіп үлгеруіңіз қажет. Ал екіншісі нелегально кесіп өту мен кеңес бермейтін жол. Неге десеңіздер, қараңыздар, сіздер нелегально кесіп өтсеңіздер, біріншіден бордерда сіздер кәдімгідей 1 күннен 1 тәуліктен 3 тәулікке дейін жатуыңыз мүмкін. Немесе адамдар бар 1 айлап, 2 айлап, 6 ай жатқан адамдар да бар бордерда. Құдай сақтасын, бірақ та барлық адамдар 1 тәулік немесе 3 тәуліктің ішінде сол бордердан шығып жатады. Бордер дегеніміз кәдімгідей граница. Границаның арнайы иммиграционный түрмесі болады. Сол түрменің ішіне жатасыздар. Әрине, оның іші қорқынышты емес. Тамақ береді сіздерге, 3 уақыт тамағын, тағы да перекустар беріп отырады. Ол жерде тура сіз секілді қашып келе жатқан мигранттар жатады. Сондықтан да дымайындамасаңыздар болады. Ол жағынан сізде ол жерде мынандай түрме емес. Ал екіншісі ол сіздерге 220 форма береді. 220 форма дегеніміз ол приказ о невыезде из страны, бір сөз айтқанда. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз сіз келе жатқан поручителіңіздің қаласына келгеннен кейін басқа штаттарға шыға алмайсыздар, басқа елдерге шыға алмайсыздар деген кәдімгідей бір сөзбен айтқанда приказ. Және де ол бойынша сіздер әрине Америкаға келесіздер, Америкаға кіресіздер, бірақ та ол бойынша сіздер тез арада 1 айда құжаттарыңызды жөндеп, жұмыс істеп кете алмайсыз, өкінішке орай. Және де ол жұмысқа тапсыру үшін сіз 150 күн күтуіңіз керек. Құжаттарыңыз бір сөзбен айтқанда ұзақ дайын болады. Және де оған дейін сіз өмір сүруіңіз керек, және де сіздер нелегально жұмыс істей бастайсыздар. Нелегально жұмыс дегеніміз доставка істесе болады, басқа біреудің атынан, немесе стройкада істеуге болады. Мен кеңес бермеймін, неге десеңіздер, ертең болашақта сіздің сотыңыз болған кезінде сол сотта соң бәрі қарастырылады. Егер де сіздер полицияға салықпасаңыз нелегально жұмыс істеп жүрген жерден, немесе жалпы сотта сіздер нелегально кесіп өткен деген уже бір минусыңыз болады. Иә, ол форма бойынша кәдімгідей грин карта ұтып жатқан адамдар бар, өзінің сотында кәдімгі толықтай өздерін ақтап шығып,
және де ең бірінші белый карта атады, потом green карта атады, және де ең соңында гражданство алып жатқан адамдар да бар. Қараңыздар, енді сот дегеніміз не сот туралы айтып жатсын десеңіздер, үшіншісі итог бір сөз айтқанда. Қараңыздар, сіз Америкаға келгеннен кейін I-94 формасы болсын, 220 формасы бойынша сізге 1 жылға беріледі. Сол 1 жылдың ішінде сіздер политический убежищеге, демек сіз Қазақстаннан бір жәбірлену көріп, қашып келе жатқан туралы дәлелдеп айтып беру қажет. Ол жерде 589 форма толғаннан кейін сіздің сотыңыз болады. Ең бірінші сот ол әрине қағазда жазылып тұрады. Ол жерде сотпен танысу. Кім сіздің сотыңызды жүргізеді сол туралы. Және де екінші сот сол өзіңіздің кейсіңізді қорғау туралы. Кейс дегеніміз не? Кейс дегеніміз сіздің кәдімгі историяңыз. Не үшін қашып келіп отырсың, қайдан қашып келіп отырсың, қандай жәбірлену көрдің деген. Ол жерде сіздер уже адвокат жалдайсыздар. Адвокатпен толықтай сөйлесіп, сол жерден кәдімгідей сізді адвокат толықтай қорғайтын болады. Бірақ та ол жерден сотты ұтпау, әрине ол уже адвокатқа байланысты, сотқа байланысты және өзіңізге де байланысты. Оны қатысқаннан кейін ұтсаңыз, әрине сіздерге ең бірінші white карта береді. White дегеніміз белый карта береді. Олмен сіздер 2 жылдың ішінде демек сізге green карта келеді деген сөз. Ол green карта келгеннен кейін болып, сіздер гражданство тапсырып, осы мемлекеттің азаматы болып қалуыңызға болады. Сондықтан да сіздерді Америкаға келе жатсаңыздар, через Мексика міндетті түрде CBP-1 программасын өтуге сізге кеңес беремін. Өйткені ол жақта легально өмір сүресіздер, легально жұмыс істейсіздер, және құжаттарыңыз бәрі орында болады. Бәріңізге рахмет. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісу туралы ұмытпаңыз.